Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді ерекше маквой пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін біз ең алдымен 200 грамм бөлме температурасындағы сары майымызбен 160 грамм сахарный пудрамызды миксермен жақсылап тұрып біркелкі болғанша араластырып аламыз. Дәл осылай біркелкі болып араласқан соң үстіне макты саламыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысы, 6 штук жұмыртқаның сарысын саламыз. Және одан кейін миндальный мукамызды, оның үстіне разрыхителімізді салып, барлығын миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Достар, сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Аз-аздан ұнымызды салып отырып, өте жұмсақ қамыр илеп шығарамыз. Дәл осындай болып шығады. Бұл тестімізді біз дәл ортасынан екіге бөліп, бір-бірде қылып екіге бөлеміз. Екі противеньге пергамент қағазымызды салып, осылай тестіміздің барлығын осы қағазбен бірге қылып жаямыз. Менде бұл жерде фольганы қолдандым. Пергамент қағаз қолдансаңыздар да өте жақсы болады. Тестіміз жақсы пісу үшін арасын вилкамен тесіп шығамыз. Дәл осылай екі противеньге тестімізді дайындап аламыз. Енді меренгамызға кірсек, ол үшін бізге 6 жұмыртқаның ағы және шым-шым тұзды миксермен жақсылап аппақ көп болғанша араластырып аламыз. Осылай ағарғаннан кейін аз-аздан секерімізді қосып миксермен араластыра береміз. Миксерді меренге жасағанда тек бір бағытта ғана айналдырып отырамыз. Осылай ұзақ араластырғаннан кейін біздің меренгамыз дайын болды. Бұл меренгамыз формасын ұстап тұру үшін кукурузный крахмал қосамыз. Одан кейін оны венчикпен жай ғана араластырып шығамыз. Қатты емес, жай. Одан кейін греческий орехымызды салып, оны да жайлап барлығын венчикпен араластырамыз, миксермен емес. Осы меренгамызды дайындап қойған тестіміздің үстіне бір-бірге қылып екіге бөліп жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутқа қойып, екі тестімізді пісіріп аламыз. Піскен тестімізді суытып қойып, кремін дайындаймыз. Ол үшін 250 грамм сливки, 200 грамм сливочный сыр және 200 грамм сахарный пудрамызды
миксердің барлығын бірге араластырамыз. Креміміз дайын болғаннан кейін кондитерский мешокқа салып, бірінші піскен пирогымыздың үстіне кремімізді жаға береміз. Одан кейін үстіне екінші пирогымызды салып, креммен әсемдеп 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойып, одан кейін қонақтарыңызға ұсына берсеңіз болады. Бұл өте дәмді пирог, қонақтарыңызға, үйдегі отбасыңыздағы адамдардың барлығына ұнайды. Өте керемет, бір жасағаннан шығады. Жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңа рахмет, ас болсын.